Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум менің көрермендерім. Бізде қуанышты жаңалық, бізде жаңа проект бастау алып жатыр. Бұл арттарыңызда өздеріңіз көріп отырғандай 3D печать, 3D фрезеровка, 3D гравировкаға арналатын болады. Яғни осы жерден сіздерге толық айтып өтейін. Бұл менің жасап жатқан қазақтың ұлттық астауларын осы артындағы 3D гравер, 3D фрезерлар арқылы әдемілеп өңдеп шығару. Яки менің жасап жатқан астауларым қазіргі нарықтағы сұраныстардың барлығына сай болады, әдемі болады. Әрине қолмен жасауды тоқтатпаймын. Қолмен астау жасауды сіздерге міндетті түрде көрсетемін, бірақ мынау артында тұрған станоктар өте жақсы. Осы станоктан біреуді сатып алуға, заказ беруге Алматыға келдім. Максим және Данила деген екі жігітпен таныстым. Оларды қазір кейінірек көретін боласыздар. Мінекей артымда отыр. Осы студияның ішінде құрастырылады бұл станоктар. Сондықтан біздің жаңа проектті қарау үшін каналымда жаңа плейлист ашылады. Сол плейлистқа кіріп 3D печать, 3D фрезеровка деген. Ал мінекей танысып қойыңыздар. Познакомься, это Максим и Данила. Здравствуйте. Расскажите. У нас студия 3D печати и чипового оборудования. Мы занимаемся полностью аддитивными технологиями, 3D печатью, изготовлением чипового оборудования, чиповые станки, чиповые лазеры, чиповые граверы. Как-то так. Вот. Занимаемся этим 1,5 года при поддержке государства. Бастау бизнес. Реклама кіріп отыр. Бастау бизнеске барыңыздар, сөйлесіңіздер. Жалпы жақсы әңгіме. Енді менің бұл жігіттермен хабарласып келіп отырғаным, мынау сіздерге алдында айтып өткендей, астау жасап бастадым ғой. Сол проектте қосымша 3D фрезер бұл жігіттерден сатып алып жатырмын. Болашақта міне менің тура артында тұрғандай 3D принтер алсам деймін. Я болмаса осы 3D принтерді болашақта сіздермен бірге жинайтын боламыз. Ендеше ісіміздің басы басталды. Құдай қолдап, біздің жұмысымыз әрі қарай өсіп кетсе дейміз. Ендеше всем удачи, всем пока. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар.